Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз бауырдың зақымдануының биохимиялық диагностикалау. Жалпы бізге бауыр деген сөзге бауырдың мағынасына тоқталсақ, бауыр біздің ағзамыздағы негізгі қызметтерді атқарады. Ол бізде су мен тұздың алмасуы және де өт бөлу қызметтерін, осы А витамин түсу қызметтерін атқарады. Ал енді бұның ағзамыздағы липидтердің алмасуына байланысты, бауырдағы біздің көмірсулардың алмасуына байланысты бірнеше себептер бар. Және де соған байланысты бізде оның өзгерістеріне байланысты біршама аурулар жіктеліп қарастырылады. Соның ішінде сіздерге таныс көбірек келетін бұл сарғаю, яғни бұл өт пигменттерінің жиналуына терінің шырышты қабаттарындағы көз ағының сарғыш түсуге боянуы, қандағы қалыпты билирубиннің осы қалыпты мөлшеріне қарағанда артық болуы, нақтырақ айтқанда бұл осы сарғаюда негізі билирубинге тікелей қатысты деп, яғни метаболизмдік процестердің дұрыс болмауының нәтижесінде деп түсіндірсек болады. Бұл кезде біз диагностикалау кезінде бұлардың негізі гемолитикалық сарғаю эритроциттердің шамадан тыс ыдырауынан және де гемолиздің алдында дамиды. Жалпы бізде механикалық сарғаю бұл өттің ішекке өтуіне кедергі пайда болғандықтан дамиды. Өт құрамындағы билирубин өт жолдарындағы бауырда жиналып, біздегі мына қанға сіңіп адамды сарғайтады. Соның нәтижесінде біздегі сарғаю бауыр паренхимасында да болады. Бұл кезде бізде гепатит десемде жүріп отырады. Және де біздер механикалық сарғаюды білеміз. Ол дегеніміз өттің 12 ішекке түсуінің қиналғанынан дамиды. Мысалы, өттің жүруінің қиналысы қалыпты өт өзегінің деп қарастырсақ болады. Енгісі ахолия бұл кезде өт ішекке мүлдем түспей қалады. Осының салдарынан бұл негізі ішектердің ас қорытулары бұзылады. Ішектегі өт қышқылы болмауынан липаза ферменттері әлсіремейді және де майлардың эмульсиясы болмайды. Осыған байланысты бізде тағамнан түскен 60-70%-ға дейін қорытылмаған дәретпен сыртқа шығарылып отырады. Яғни ахолия дегеніміз бұл біздің зәр шығаруымыздың ең үлкен ауруларының бірі болып табылады екен. Кейінгісі бұл гемолитикалық сарғаю, жаңа айтып өткендей, бұл туғаннан немесе жүре пайда болу ықтималдығы бар ауруларымыздың бірі. Ол сарғаю синдромын бірден байқасақ болады. Ол адамның бір қарағанда көз жанарына қарасақ сап-сары болып тұрады. Және де содан ғана байқасақ болады, денесіндегі тері пигменттерінің де сарғыш болуы, яғни атау айтып тұрғандай сарғаю процестері жүріп жатады. Сіздердің назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.